Айналып, толғанып өсірсем, ақ сүтімді кешірсем, адалдың болар нәсібің, тіліңнен болар кәсібің, деп анасы Тоқмейіл жырлағандай Қазыбек би Келдібайұлының биыл 355 жылдығы. Батыр болсаң жауды қайтар, шешен болсаң дауды қайтар дегендей, өзінің шешендігімен, әділдігімен, ел арасындағы дау жалдарды өзінің қанатты сөздерімен шешіп отырған Қазыбек бидің пікіріне хандар да, тіпті белгілі сұлтандар да құлақ асып отырған. Осылайша оны қаз дауысты Қазыбек би деп атап кеткен. Біз қазақ мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір, еріткелі келгенбіз. Сен қабылан болсаң, біз арыстан, алысқалы келгенбіз. Біз қазақ деген елміз. Біз қазақ деген елміз. Жаңа Қазақстанның жастары мемлекеттік тіліміздің жанашыры болуымыз қажет. Ана тілім, жүрегісің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мына керегіне ғаламның. Еліміздің тәуелсіздігі ғұмырлы, мемлекеттік тіліміз тұғырлы болсын.